Мысықтың етінен жасалған бәлішті 6 жыл бойы сатып келген ер адам жұртты шошытты. Кения тұрғыны көшедегі мысықтарды ұстап, оларды өлтірген. Сойғаннан кейін оның етін асханалар мен қонақ үйлерге сатыпты. Мыңдаған мысықты құрбан еткен ер адам қамауға алынған. Сайттың хабарлауынша, ол мұндай сорақылыққа ақша табу мақсатында барған екен. Бір уақытта бәліш сатушыларында ет қажеттігі туындады. Сосын мен 2012 жылдан бастап осы іспен айналыса бастадым, деді кениялық жігіт. Сатып алушы азаматтар бәліштің ішінде мысықтың еті барын білмеген. Ол өз тұтынушыларына өзінің тауарын жергілікті қоқыс аумағынан алатынын баяндаған. Ал еттің мысықтікі екені туралы тіс жармаған. Тұрғындар оны 24 маусым күні мысықты өлтіріп жатқан кезінде ұстап алды. Ашуланған олар жігітке жабылып, өлтіріп тастай жаздаған. Тұрғындардың барлығы осы уақытқа дейін жігіттің арбауына түсіп, мысық еті қосылған бәліш жеп келді. Мысық етін сату заңсыз екенін шыны керек білмедім, дейді жігіт. Сот оны кінәлі деп танып, $2,5 мың айыппұл төлетумен қатар 3 жылға бас бостандығынан айырды.